Сәлеметсіздер ме, балалар? Қатты заттарды килограмм, граммын өлшеуге болады. Сұйық заттарды литр, миллилитрмін, газдарды литр, куб сантиметрмін. Оны түгеліміз білеміз. Бірақ заттарды басқа жолмында өлшеуге болады. Ол үшін мольдық масса дегенне білуіміз керек. Сабақтың тақырыбы зат мөлшері, мольдық масса. Сабақ мақсаттары: зат мөлшері ұғымымен танысу, стехиометриялық заңдылықтарды ескеру, берілген алгоритмді қолдана отырып есептеулер жүргізу. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль. Моль берілген заттың құрылымдық бөлшектері 12 грамм көміртегіндегі атом санына сәйкес келетін зат мөлшері. Ол N немесе ню әріппен белгіленеді. Малярлық масса заттың бір молінің массасы. Ол М үлкен әріппен белгіленеді. Авогадро саны или авогадро тұрақтысы дейміз. Ол заттың бір молінде құрылымдық элементтер, атом, молекула, ион, тағы басқа бөлшектердің саны. Ол Na түрінде белгіленеді. Авогадро тұрақтысының анықталған дәл мәні 6,2 көбейтілген 10, 23 дәрежеде. Енді жаңағы айтып кеткенімді жақсылау түсіну үшін мен мынау кестені құрдым. Әртүрлі агрегаттық күйдегі жай және күрделі заттар мұнда беріліп тұр. Темір, қант, көмір қышқыл газ, натрий катионы және күкірт қышқылы. Түгелдері бір мольдан беріліп тұр. Мына жерде жазылып тұр. Енді мұнда қарасақ, мынау физикалық шамалар түгелі жазылып тұр ғой. Сол бойынша сипаттасақ, мысалы бірінші және ең соңғы затты сипаттайық. Темір, жай зат атомдардан құралып тұр. Оның бір молі бір атомына сәйкес болып тұр. Бір молінде темірдің 56 грамм болады. Осы 56 граммның ішінде темірдің қанша атомы бар? Міне мынау. Авогадро тұрақтысы. 6,2 көбейтілген 10, 23 дәрежеде. Күкірт қышқылын алайық. Күрделі зат молекуладан құралады. Бір молі оның бір молекула. Бір молі қанша грамм болады? 98 грамм. Осы 98 граммның ішінде күкірт қышқылының қанша молекулы бар? Міне, авогадро тұрақтысы. Мынау сандар қайдан алынды? Міне астына мен жаздым. Жай заттар болса, темір жай зат. Менделеев кестесін мынаны қалай есептеуге болады, түгелін білесіңдер. Мысал ретінде мен көрсеттім. Мұнда енді не көріп тұрмыз? Түгел заттар бір молімен алынып тұр, я? Сосын бір молінің массасы түгелдерінің әртүрлі. Бірақ сол массасындағы бөлшектер саны бірдей түгелдерінде. Жаңағы айтқан түгел заттар бір мольдан алынып тұр. Бір молінде құрылымдық бөлшектер түгелдерінде бірдей. Бірақ бір молі граммға ауыстырсақ, түгел заттарда әртүрлі болып тұр. Енді зат мөлшерін осы екі негізгі формуламын есептеуге болады. Егер заттың массасы, малярлық массасы белгілі болса, оларды бір-біріне бөлеміз. Солай зат мөлшерін табамыз. Сосын мына формуладан тағы басқа екі формула шығаруға болады. Енді ол берілген есептің мазмұнына қараймыз. Не беріліп тұр, не тауып алуға болады. Енді заттың құрылымдық бөлшектері белгілі болса, бізде зат мөлшерін таба аламыз. Құрылымдық бөлшектерін авогадро санына бөлу керек. Мына формуладан тағы басқа екі формула шығарамыз. Ода есепке байланысты. Мұнда енді әрбір шама нені көрсетеді, немін өлшенеді, түгелі жазылып тұр. Негізгі зат мөлшері 3 формуламын табылады. Енді мынау авогадро заңы, оны келесі сабақта өтесіңдер. Біз мынау екі формуланы бүгін қарастырамыз. Кішкене мұнда N деп жазылып тұр. 8-ші сыныпта сендер зат мөлшерін тақырыбы өткенде онда ню деп белгіленген. Енді 10-ші сыныптың оқулығында N деп беріліп тұр. Зат мөлшері, сондықтан осы жағынан кішкене шатастырып қалмаңдар. Енді көріп тұрсыздар, міне 3 формула, оны біріктірсек, міне жалпы бір үлкен осындай формуланы шығаруға болады. Есептер шығарғанда, сан есептер шығарғанда, мына формула қолданған өте ыңғайлы. Енді сан есептер шығарғанда, балалар, мынау кесте ыңғай көз алдарыңда жатса, сендерге күшті көмек болады. Мұнда көріп тұрсыздар, малярлық масса, салыстырмалы молекулалық масса сан жағынан бірдей. Малярлық масса грамммен өлшенеді. Салыстырмалы молекулалық масса ештемемен өлшенбейді.
күшті көмек сендерге болады. Енді жаңағы қарастырған теорияны пайдаланып, зат мөлшерге байланысты сан есептердің үлгілерін қарайық. Зат масса бойынша зат мөлшерін табу. Массасы 176 грамм көмір қышқыл газда неше моль бар? Не беріліп тұр жазамыз, не тауып алу керек. Масса көмір қышқыл газ 176 грамм беріліп тұр. Сол көмір қышқыл газ массасын қанша моль болады тауып алуымыз керек. Ол үшін көмір қышқыл газдың сандық мәліметтерін жазамыз. Көмір қышқыл газдың салыстырмалы молекулалық массасын табамыз. Сосын астына міне ол қанша моль, салыстырмалы молекулалық масса, мольдық масса. Сосын мынау міне формуланы бағана біз өттік қой. Масса бізге белгілі, малярлық массаны таптық, қоямыз, есеп шығарылады. Көмір қышқыл газдың 176 граммы 4 моль болып есептеледі. Мынау есеп. Берілген зат мөлшері бойынша заттың массасын анықтау. Жаңа есепке керісінше есеп. Зат мөлшері 2 моль судың массасын табыңдар. 2 моль су беріліп тұр жазамыз. 2 моль ол қанша грамм болады. Су формуласы бойынша сандық мәліметтерді жазамыз. Судың салыстырмалы молекулалық массасын шығарамыз. Астында міне сандық мәліметтерді жазамыз. Сосын кейін, мында қараңдаршы, кішкене қиындау, Мында біз негізгі формуламын қолданбай, одан міне басқа формула шығарамыз. Бізге моль не беріліп тұр, малярлық массасын есептедік, сондықтан масса тауып алу үшін мольді малярлық массаны көбейтеміз. Заттың 2 молі 36 грамм болады. Үшінші тип, зат мөлшері бойынша құрылымдық бірліктерін анықтау. Мынау есеп күрделеу кішкене. Жаңағы қараған есептерден зат мөлшері 3 моль сутегінде H2, 2 атом сутекте H, 5 моль күкірт қышқылындағы құрылымдық бірліктерінің санын анықтаңдар дейді. Не беріліп тұр түгелін жазамыз? Міне 3 моль сутек молекуласы, 2 моль сутек атома, 5 моль күкірт қышқылы. Олардың құрамында қанша құрылымдық бөлшектер болады? Енді 3 заттан жаздық, астында қанша моль беріліп тұр, алдындағы тұрған коэффициенттер дейміз ғой, ол мольға сәйкес білесіңдер. 2 атом, 2 моль, 3 молекула, 3 моль, 5 молекула, 5 моль. Енді бағанағы формуланы біз өткеміз, зат мөлшерін құрылымдық бөлшектер және Авогадро тұрақтысы бойынша тауып алуға болады. Мольді біз таптық. Авогадро тұрақтысын білеміз. Мына формуланы шығарғанда ол көбейту керек бір-біріне. Сонда міне жауап осындай шықты. Келесі тип есеп. Заттың малярлық массасын есептеу. Массасы 160 грамм затта 1,204 көбейтілген 10-24 дәреже молекула болса, оның малярлық массасы қанша болады? Енді бізге беріліп тұр заттың құрылымдық бөлшектері жаздық. Оның массасы беріліп тұр. Белгісіз заттың малярлық массасын тауып алуымыз керек. Немесе салыстырмалы молекулалық масса дейміз ғой. Енді мұнда қараңдаршы кішкене. Балалар кішкене қиындау, басқа жаңа біз қараған есептерде. Неге? Себебі мен айттым ғой, бағана зат мөлшерін 3 формула арқылы тауып алуға болады. 3 формулады бөлек-бөлегі жазуға болады, немесе оларды біріктіріп жазуға болады. Енді біріктіріп жазған формула мұнда қолданған ыңғайлы. Біз малярлық массасын тауып алу үшін көріп тұрсыңдар, не істейміз? Пропорция жолымен, Мұнан Авогадро тұрақтысын заттың массасына көбейтеміз и бөлеміз құрылымдық бөлшектерге. Мына формула шығып тұр. Енді берген мәліметтерді қойсақ, белгісіз заттың салыстырмалы молекулалық массасы 80 грамм моль. Енді бекіту үшін балалар өзіндік жұмыс болады. Қазір видеоны тоқтатып, осы берілген есептері өздерің шығаруға тырмысыңдар. Жаңа біз үлгі көрсеткен есептерге күшті ұқсас. Зат мөлшері 0,125 моль темір швалентлік оксидіндегі атомдар санын анықтаңдар. Енді дұрыс шығардыңыздар деп ойлаймын. Жауабы осындай міне болу керек. Не беріліп тұр жазамыз, моль беріліп тұр зат мөлшері, құрылымдық бөлшектердің санын тауып алу үшін біз мына негізгі формуланы қолданамыз, сосын кейін одан басқа формула шығамыз. Бізге міне моль беріліп тұр, мынау беріліп тұр, Авогадро тұрақтысын біз білеміз. Солай ғой, сондықтан мынаны тауып алу үшін мынаған көбейтеміз. Берілген мәліметтерді қойсақ, міне жауабы осындай болып шығады. Енді келесі есеп. Массасы 15 грамм аммиактың зат мөлшерін есептеу керек.
Так, енді видеоны тоқтатып өздеріңіз шығардыңыздар деп үміттенем. Дұрыс жауабы осылай болады. 15 грамм аммиак беріліп тұр. Ол қанша моль болады? Ол үшін аммиак газдың формула бойынша сандық мәліметтер жазамыз. Аммиак газдың салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Мұнда моль, салыстырмалы молекулалық масса, мольдық масса таптық. Сосын мынау дайын формулаға қоямыз. Масса бізге беріліп тұр 15 грамм, малярлық массасын таптық 17 грамм моль. Жауабы болады 0,188 моль. Үйге тапсырма. 21-ші парақтың мазмұнын оқисыңдар. Сосын 2 тапсырма беріп тұрмын. Бірінші, кальцийдің бір атомының массасын анықтаңыздар. Жауабы міне беріліп тұр. Екінші тапсырма, массасы 1 килограмм судағы молекулалар санын анықтаңыздар. Жауабы беріліп тұр. Мынау тапсырмалар балалар кітаптың артындағы беріліп тұр оқулықта. Сондықтан істеуге тырмысыңдар. Сабақ аяқталды. Аман сау болыңдар.